Hayırlı kеш, құрметті Алаш елінің ардақтылары, ұлы дала ұрпақтары, қасиетті қазақ елі, сіздердің нұрлы жүздеріңізді осындай үлкен залда көргеніме өте қатты қуаныштымын. Менің есімім Асия, фамилия Маралбаева. Әрине, мен ең бірінші компанияға 14 жасымда төсекте жатып, денсаулығыма байланысты келген болатынмын. Врачтардың қойған диагнозы ДЦП болатын. Мына екі қол кеудеге жабысып қалған күйі, аяқтарын қазақтағы 8 сан секілді өрілген күйі 900 грамм 21 сантиметр болып өмір есігін аштым. Қазақта айтады, ауырып еміз дегенше дейді, ауырмайтын жол ізде дейді. Сөйтіп, сол Алла тағаладан келген сынақты жеңу мақсатында қай жерде мықты врач, қай жерде мықты профессор, Асия мен мамасы сол жерде болды. Бірақ өкінішке орай өзімнің ойымдағы, арманымдағы нәтижеге қол жеткізе алмадым. Алматы қаласындағы Ақсай больницасына жылына 4 мәрте барам. Ешқандай нәтиже болмайды, қайтадан қайтып келем. Осы жолым, может быть, мен жүріп қайтатын шығармын, аяғыммен жүріп қайтатын шығармын деген үлкен үмітпен барам, бірақ өкінішке орай ешқандай жүре алмай қайтатынмын. Сөйтіп жүрген уақытта арада 14 жыл уақыт өтті. 14 жасында мен Тенши компаниясына келдім. Онда да менің жоғары тәлімгерім Көктілеуов Талғат Өтінтілеуұлы ауылға мамаға келіп, компанияның өнімдерін ұсынып, компанияның денсаулыққа байланысты берілетін мүмкіншіліктерін анама айтып, маған денсаулыққа өнімді ішкізді. Өнім өз нәтижесін көп күттірген жоқ. 3 ай дегенде аяғыма зәңгіре бастады. Сөйтіп, 1 жыл дегенде төсектен тұрып, коляскаға отырып, коляскадан жүру мүмкіншілігіне ие болдым. Сонан кейін мен 20 жасымда ең жас 8 жұлдыз статусын Алматы қаласында циркта үлкен мен признание алдым. 20 жасымда 8 жұлдыз жаптым. 27 жасымда қола арыстан, 27 жасымда күміс арыстан жаптым. Қазір мен міне не то что денсаулық, не то что ақша, самостоятельно болып, үлкен компанияның беріп жатқан мүмкіншілігі бизнесін жасап жатырмын. Қаншама елге болдым. Алдыңғы қатарда отырған лидерлардың барлығымен бірге, қаншама шетелдерде бірге демалдық. Аллаға шүкір. Сіздерге көп-көп рахмет, құрметті әріптестер. Сіздердің мені қолдауларыңыздың арқасында, маған берген мотивацияларыңыздың арқасында мен емделдім, рухани тұрғыда емделдім. Не то что өнім, менің жан дүниемді емдедіңіздер. Одан кейін әрине мен компанияның бизнесін жасадым. Қаншама мотивационный программа шығады, сол мотивационный программаның барлығын алдым. Қытай еліне 3 мәрте, Дубайға, Турцияға, Москваға 3-4 мәртеден анам екеуміз талай жерге бардық. Одан кейін енді менің айтарым, ең жас пенсионерка ретінде, жизнь только начинается. Өмір енді ғана басталады. Мен 60-тамын, мен 65-темін, мен 70-ге жақындап қалдым деп айтып атқан апалар, өмір енді ғана басталады. Сіз қай кезде өмірге күлімдеп қарайсыз, сол кезде сіздің өміріңіз сол кезде басталады. Енді мен барлықтарыңызды жақсы көрем. Компанияға келіңіздер, компанияда барлығы бар. Мен бір емес компаниядан 2 пенсия алам. Сөзімнің соңын мен жыр шумағымен аяқтағым келеді, қабыл алыңыздар. Өзіңді оят, дабылың қақсын арманың. Өзіңді оят, жүре бермей түңіліп, күдіктеніп, қорқып ылғи кідіріп, тұтансын сенде жалын беретін жүрекке, ұмтылдыратын ұлы арман және бір үміт. Өзіңді оят, дабылың қақсын арманың. Күтуде талай жетістіктерің алдамын, шабыттанғайсың, жарқын болашақ жайында. Уайым қайғының астында сөніп қалмағын. Өзіңді оят, адам екеніңді еске алып, білімнің жолын, ілімнің жолын төске алып, өмір дегенің өткенің емес қалғаны, жүрген жоқсың сен жақсылықтардан кеш қалып. Өзіңді оят, күшіңді сезін жасындай, талантың таудай, тек қана жатыр ашылмай, үлкен ойыңмен, үлкен жобалар бастарсың. Ұмтылсаң досым, ұялшақтыққа бас ұрмай. Өзіңді оят, жүгенін жібер
жаһан күресіп жүріп шынықтым. Өзіңді оят, өтірік ойларымен түс көрмей, қиялдап жүріп қалмасынсың істелмей, әрекеттенгін, әрекет өмір өзегі, білмедің деме аспаннан жаңа түскендей. Өзіңді оят, өмірің өтіп кетпесін, орала қоймас уақыт дегенің өткесін, армандарыңды жүзеге асыр жігермен, көңіліңдегі көгілдір раушан көктесін. Құрметті